Таза хауа тәнге дауа дейді дана халқымыз. Таза хауадан демалу тек дене ағзаларыңыз һәм иммунитетіңіз үшін ғана пайдалы болып қалмастан, сіздің кейпиятыңызды да көтереді. Бірақ біз демалып отырған хауаның бәрін таза деп ойламауымыз керек. Сыртқы орталық, транспорт, өндіріс һәм шығындыларды басқару тек арғы патасландырушылар болып есептелінеді. Бірақ үйдегі хауа да, әсіресе асханадағы хауа жүдә патас болуы мүмкін. Үйдегі хауаның патаслануы жүрек кеселіктеріне, инсультқа, респираторлық инфекцияларға һәм рак кеселіктеріне себепші болады. Үйде ауқат таярлағанымызда асхананың есігін жауып, әйнектерді ашып қойың. Сонда газ плитасынан шығатұғын қауіплі газлар, ауқат пісіру һәм қуыру нәтижесінде пайда болатұғын нано бөлікшелер басқа бөлмелерге кірмейді. Үй ішінде түбекте һәр түрлі гүлдерді өсірің. Олар углекислый газ һәм карбонат ангидрид газлерін жұтып, кислород бөліп шығарады. Соның менен бірге сізге хош кейпият бағышлайды. Үйіңіздің алдына 2-3 қатар терек егің. Олар үйіңізді һәм атызыңызды зиянлы газ һәм шаңлардан сақлап тұрады. Тандырда нан жауатұғын яки көше сыпыратұғын болсаңыз, аузыңызға маска тағып алың. Күзде теректердің төгілген жапырақтарын хаслау өртемең. Бұл арқылы тек өзіңіздің денсаулығыңызды ғана емес, ал жақын атрапыңыздағылардың да денсаулығын қауіпке қоясыз. Соның менен бірге жергілікті экологияға да кері тәсір еткен боласыз. Har күні ерте таңда тұрып жүгірің, ямаса пияда көбірек жүрің. Себебі таңда хауа таза болып, зиянлы газлер еле араласып үлгермеген болады. Һәм әлбетте кеуіл кейпиятты көтеріп жүруді ұмытпаң. Және де соны ұмытпаң, таза хауа дәртке дауа. Мына тереклерді көрттірсіз бе? Олар қахрамаларға мегзес. Арал теңізіне ұшып келіп отырған шаң һәм тұздан хауамызды қорғайды. Глобал жасыл өсу институтының Арал теңізі бойынша жойбары да Қарақалпақстанда осындай мыңлап тереклер егеді. Міне енді біздің районымызда осындай көп тереклер бар. Һәм ешкім тасандыларды өртемейтұғын болған соң, тереңнен демалсам болады. Һәм бұл мені самалдан да тез